Достар, дерт көп, денсаулық біреу. Дертке ем арнамызға жазылыңыздар да денсаулықты бірге сақтайық. Қант диабеті қазіргі кезде ең жиі кездесетін аурулардың бірі. Дұрыс тамақтану, қозғалыс және өмір салты арқылы қандағы қант деңгейін бақылауға болады. Міне, қандағы қантты төмендетуге көмектесетін 25 пайдалы әдіс. 1. Қант пен тәттілерді шектеңіз. Бірінші қадам қарапайым көмірсуларды қысқарту. 2. Тұрақты таңғы ас ішіңіз, метаболизмді реттейді. 3. Жиі, бірақ аз-аздан тамақтаныңыз, күніне 4-5 рет. 4. Ақ нан мен макароннан бас тартыңыз, орнына қара бидай наны, қара құмық, сұлы. 5. Көкөніс пен көк шөпті көп жеңіз, әсіресе қияр, қызанақ, брокколи. 6. Даршын қосыңыз, қандағы қантты төмендетуге көмектеседі. 7. Сарымсақ пен пияз тұтыныңыз, инсулин сезімталдығын жақсартады. 8. Жемісті шектеу керек, банан, жүзім емес, алмұрт пен көк алма таңдаңыз. 9. Күн сайын 30-40 минут қозғалыс жасаңыз, жаяу жүру, жеңіл жаттығулар. 10. Артық салмақтан арылыңыз, әр килограмм айырмашылық маңызды. 11. Таңертең аш қарынға жылы су ішіңіз, ас қорыту мен қант балансын жақсартады. 12. Жылдам көмірсулардан аулақ болыңыз, тәтті нан, фастфуд, газды сусын. 13. Шөп шай ішіңіз, долана, жолжелкен, құрма шөп. 14. Инсулин деңгейін бақылайтын өнімдер, жасымық, авокадо, жаңғақтар. 15. Стрессті азайтыңыз, адреналин қандағы қантты көтереді. 16. Ұйқыны дұрыстаңыз, 7-8 сағат ұйқы, қант балансына тікелей әсер етеді. 17. Аяқ пен көз күтімі, диабет асқынуларының алдын алу үшін. 18. Қандағы қантты жиі өлшеңіз, бақылау нәтижеге апарады. 19. Дәрігерге жиі қаралып тұрыңыз, әсіресе эндокринологқа. 20. Көк шай ішіңіз, антиоксиданттарға бай. 21. Құрма мен інжірді шектеңіз, оларда қант көп. 22. Судың мөлшерін арттырыңыз, күніне 1-5-2 литр. 23. Физикалық белсенділікті күн тәртібіне енгізіңіз, жеңіл би, жүзуде пайдалы. 24. Халық еммен тек дәрігер кеңесімен, емдік шөптер кей жағдайда зиян. 25. Жақындарыңыздың қолдауы маңызды, психологиялық көңіл күйде әсер етеді. Есіңізде болсын. Қант диабеті бақылауға болатын дерт. Табиғи жолмен, дұрыс өмір салтымен денсаулықты сақтауға болады. Арнаға жазылып, лайк басып, пайдалы ақпаратпен бөлісіңіз. Дертке ем, денсаулығыңызға пайдалы кеңес арнасы. Достар, дерт көп, денсаулық біреу. Дертке ем арнамызға жазылыңыздар да денсаулықты бірге сақтайық.